Сәлем достар, қалдарың қалай? Сендермен бірге Шыңғыс ағай екінші тоқсанның бір жобасын талдайтын боламыз. Рационал сандарға амалдар қолдану. Екінші нұсқа, 4 тапсырма. Бұл жерде 4 нұсқа бар негізі. Оны осы YouTube арнадан қарай аласыңдар тауып. Егер сұрақтарың болса комментарийға жазыңдар. Менің Instagram, TikTok арналарыма жазылып алыңдар. Сонымен бастайық. Бірінші тапсырма. Жақшаны орындаймыз, сосын оны көбейтеміз екінші санға, сосын бөлетін боламыз. Бірінші амал дейміз, минус 2,5 қосылған 2,3-1. Бұл жай бөлшек, 1-ді 3-ке бөлсеңдер период, шексіз период саны болады, сондықтан мына ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырған дұрыс болады. Минус 2 бүтін, мына жерде міне минус 2,5-ті былай жазып аласыңдар да, сосын қысқартсаңдар минус 2,5-ке қысқартқан кезде 2-ден 1 болады. Сондықтан осын бірден осылай жазып алайық. 2-ден 1 дейміз де, қосылған 2,3-тен 1 болады. Минус 2 мен мына минус 2 жойылып кетеді. Минус 2 азайтылған минус 2 0 болады. Сондықтан минус 2-ден 1 қосылған 3-ден 1 қалады. Минус пен енді бөлшектердің ортақ бөлімі 6. Онда қосымша көбейткіш 3 барады, 2 барады. Мына жерде минус 1 деп есептейсіңдер. Минус 1-ді 3-ке көбейтетін болсаңдар, минус 3 болады, қосылған 2. Сонымен бұл жерде минус 1 бөлінген 6 міне осылай болады. Бірінші амалдағы жауап. Екінші. Оны енді минус 6-дан 1-ді біздер көбейтеміз. Минус 5,7-ден 1-ге. Тең болады. Минусты минусқа көбейтсеңдер плюс болады. 1-ден оны алып тастаймыз. 6-дан 1 көбейтілген 7-ден мына аралас санды бөлшекке айналдырайық. Жай бөлшекке айналдырсақ, жақ 36 болады. Тең. 36-ны 6-ға бөліп жіберсеңдер 6 қалады. 6-ны 1-ге көбейтсеңдер 6 бөлінген 7, 7-ден 6. Үшінші амал. Осы 7-ден 6-ны енді бөлетін боламыз 1,3-ден 1-ге. 6-тан 7 бөлінген 3-ден 4 дейміз. Жай бөлшекке айналдырып жібердік. Сонымен 7-ден 6 көбейтілген 4-ден 3 болады. Қысқартамыз 2-ге 3 болады 2. 3-ке 3-ті көбейтсеңдер 9, мұнда 14. Сонымен жауап 14-ден 9 болады мына жерде. Бүйтіп жазып қоясыңдар. Екінші есеп. Бұл есеп шығармас бұрын мына периодты, шексіз периодты санды біздер жай бөлшекке айналдыруымыз керек. Мен мына жерде қазір жазып алайын. 0,123 периодта тең болады. Формуласы бар естеріңде болса, А, Б, былай жақшаның ішінде С болатын болса, А бүтін, мына жерде БЦ азайтылған Б бөлінген жақшаның ішінде қанша цифр болса сонша 9, және мына жақта Б-ның орнында қанша цифр болса сонша 0 жазатын едік. Мына мысалда қарап көрейік. 237 деп жазып аламыз. Азайтылған мына 23 болады мына жерде. Сосын бөлінген жақшаның ішінде 1 цифр, сондықтан 1 9, ал мына жақта 2 цифр, 2 0 жазамыз байынан. Тең болады. Азайтатын болсақ 214 болады, бөлеміз 900-ге. Оны бірден қысқартып жіберейік. 107 бөлінген 450 болады. Сонымен мына бөлшек, мына санды біз айналдырдық. Енді оған мына 450-ден 43-ті қосамыз. Сонымен ол бірінші амал болады, 450-ден 107 қосылған 450-ден 43 тең болады. 450 қосылған 450-ден 150 қысқартамыз. 3-ден 1 болады. Екінші алым бөлімінде де дәл солай жасаймыз. 0,100-ден 10-5 61 периодында біздер айналдырып аламыз. 561 азайтылған 5 дейміз. Бөлінген. Енді мына жақта бізде 2 цифр, сондықтан 9 деп жазамыз. Мына жақта 1 болғандықтан 0-ді 1 деп жазамыз. 556 бөлінген 990 бөлінген, қысқартамыз. 2-ге қысқартайық. 278 бөлінген 495 болатын жерде. Сонымен осы санды 278 бөлінген 495-ті енді азайтамыз. 113, мына жақта 495. Ортақ бөлім 495. Азайтсақ тең болады мына жақта 5, мына жақта 6, 165 болады. 165 пен 495 қысқарады, 3-ден 1 болады. Сонымен не шықты бізде? Алымында 3-ден 1, бөлімінде 3-ден 1. 3-ден 1 мен 3-ден 1 қысқарады, сонымен жауап 1 болады. Келесі. Мына көбейтудің үйлестіріңіз қасиетін орындалатын А, Б, С сандары арқылы тексеріңіз дейді. Осы А, Б, С сандарының орнына
мына сандарын қойып шығайық қазір. А-ның орнына 0,3 қосылған b-ның орнында минус 0,2 жақшаның ішіне аламыз, оны жақшаның сыртында c-ға көбейтеміз, минус 0,8 тең болады. Енді а мен c-ны көбейтетін болсақ, 0,3-ті c-ға көбейтеміз, ол минус 0,8 қосылған b-ның орнында минус 0,2, оны көбейтеміз c-ға, яғни минус 0,8 болады. Сосын мына жақшаның ішін есептеп алайық. Бұл жерде 0,3 азайтылған 0,2, оның жақшаның сыртында минус 0,8 болады. Мына екі санды көбейтіп алатын болсақ, минус 0,124 болады. Минус пен минус қосуды береді, қосу қалай береді орында 0,12-ні 0,8 көбейтетін болсаңдар 0,116 болады. Сөйтіп мына жерде жақшаның ішіне 0,1 шығады, оны мынаған көбейтетін болсақ, минус 0,108 болады. Тең минус пен мына плюс бізге азайтуды береді. Азайтатын болсақ, 24-тен 16-ны азайтасыңдар, минус сақталады 0,108. Шынымен де бұл қасиет орындалады екен. Көзіміз жетті. Келесі. Алма бір сан ойлады. Осы санынан 0,8 алып, нәтижесін 1,5-ке көбейткенде 10,2 саны шықса, алиған бастапқыда қандай сан ойлады? Сонымен бастапқы ойлаған санымызды біздер x деп аламыз. Сосын 0,8-ді азайтамыз. Алып дейді, оны 1,5-ке көбейтеміз, міндетті түрде жақшаға аламыз, және тең болды дейді, 10,2-ге осылай теңдеу шығарамыз. Бұл жерде жақшаны ашсаңдар болады, немесе теңдеудің екі жағында 1,5-ке былай бірден қысқартып жіберсеңдер болады. 1,5 пен 1,5-ке кетеді, x азайтылған 0,8 тең болады. Мына жақта 10,2-ні 1,5-ке бөлесіңдер. Бағанда бөлсеңдер болады. Мысалы, мына жерде бағанда бөліп көрейік. 1,5-ке түрлерді өшіреміз. 102 бөлінген 15. Сонымен 7-ден алсақ болмайды, 6-дан аламыз, мына жерде 90 болады. Сонымен 12, 0 тіркейміз, 1 қоямыз, 8 болады. Сонымен 120 шығады, 0. 6,8 болады жауап, мына жақта жазамыз. Ары қарай минус 0,8 аламыз да, мына жаққа қарай өткіземіз, ол плюс 0,8 болып өтеді. Сонымен жауап x тең 6,8 қосылған 0,8 қосып жіберсеңдер 7,6 деген жауап шығады. Сонымен видео ұнаған болса, достарыңмен бөлісіп, парақшаға тіркеліп, каналға тіркеліп, достарыңмен бөлісіп лайк басып кетіңдер.